Сәлем бәріне, бүгін 7-ші сынып алгебра кітабының 35-те 6-шы есебін шығарамыз. Бұл жерде теңдеуді шешіңдер деген. Бізге теңдеуді шешу үшін осы екі формула қажет. Бұл формуланы өздерің білесіңдер. Қосындысының кубы, мынау айырымның кубы. Ал біріншісін бастайық. Ең біріншісінде бізге мынау жақшаны мынау формуламен ашу керек, а мынау жақшаны біз x квадратты x-ке көбейтуіміз керек, x квадратты 6-ға көбейтуіміз керек. Ең бірінші 7x жазамыз, минус дейміз. Енді жақшаны ашамыз. Формула бойынша аның кубын табу керек. Бізде а бізде x куб болады, минус болады. 3 көбейтілген x-тің квадраты көбейтілген 2 қосылған 3 көбейтілген x көбейтілген 2-нің квадраты минус 2-нің кубы болады. Енді теңдеудің келесі бөлігіне өтеміз. Сонда 13 минус x квадрат. X квадратты x-ке көбейткен кезде x-тің кубы шығады. X квадратты минус 6-ға көбейткен кезде шығады плюс 6x квадрат шығады. Себебі минус пен минус плюс қайналып кетеді. 7x минус x куб минус 3-ті 2-ге көбейткен кезде 6, қасында x квадрат қосылған. 2-нің квадраты бізде 4-ке тең, 4-ті 3-ге көбейткен кезде 12x минус. Мына жерде қателесіп кеттім. Мына жерде минус болады. Мына жерде жақшаның сыртында минус тұрғандықтан минус болып кетеді. Келесі, мына жерде плюс 8 болады. Яғни 2-нің кубы бізде 8, қасында минус бар, және мына жерде минус пен плюс болып кетеді. 13 минус x-тің кубы қосылған 6x квадрат. Енді қысқаратын сандарды қарайық. Мына жерден шатасып кетті, минус пен минус плюс болады. Сонда плюс 6x квадрат плюс 6x квадрат. Яғни таңбалары бірдей, ал теңдеуде таңбалары бірдей болу керек. Себебі мынау таңбаны мына жаққа қарай ауыстырған кезде минусы болады. Сонда бір-бірін қысқартуға болады. Келесі қысқаратын сандар ол бізде минус x куб және де минус x куб. Дәл солай, яғни таңбалары әртүрлі, теңдеуде әртүрлі болады. Ал жағына өрнекте таңбалары түрлі болса ана қысқарылады. Енді бізге мынау 7x минус 12x және де мына жерде 8 және де 13 сандарын қосып немесе азайтуымыз керек. Сонда 7x минус 12x мына жерде плюс 8 болады. Мына 13 теңдеудің ар жағын бүккен кезде минус 13 болып кетеді. 0-ға теңестіреміз, 0. Сонда 7x минус 12x шығады минус 5x. 8-ге минус 13 айтқан кезде шығады минус 5 тен 0. x тен болады 5-ті бөлеміз, минус 5-ке тен болады минус 1-ге. Келесі екіншісінде 10 плюс мынау жақшаны мына формула көмегімен ашамыз. Сонда жақшаның ішінде 3-тің кубы минус болады. 3-ті көбейтеміз, 3-тің квадратын көбейтеміз, x-ке қосамыз. 3-ті көбейтеміз, 3-ке көбейтеміз, x-тің квадратына қосамыз, x-тің кубына. Мына жерде минус болады, мен қателесіп кетіптім. Және де x-тің кубы жазым тен x квадрат 9-ға көбейтеміз, x квадратты x-ке көбейтеміз. Сонда бізде 9x квадрат болады минус x квадратты x-ке көбейткен кезде шығады x куб минус 17. Сонда ашамыз енді қайтардан. 3-тің кубы 27 минус мұнда 27x болады плюс 9x квадрат болады. Плюс пен минус қайналып кетеді. Сонда x-тің кубы болады. Келесі жағына өзгереді. 9x куб квадрат точнее минус x куб минус 17. Сонда қысқаратын сандар бізде ол
9x квадрат және 9x квадрат минус x куб болады. Енді 10, 27 және де минус 17 сандарын қосып немесе азайтамыз. Сонда 10 қосылған 27 минус мұнда керісінше мына жаққа өткен кезде плюс 17 болып кетеді. Минус 27x. 0-ға теңестіреміз. Сонда 10 шығады бізде 54 саны мына жағында. Минус 27x-тен 0. Енді минус 27x-ті мына жағына өзгертіп аламыз. Оңайырақ болу үшін. Яғни орын жағына орындарын ауыстырдым. Енді x-ті табу керек. Шығады минус 54 болып барады. Мына жерде түсірілмей қалыпты. Жауабы осылайынан болады. Келесі үшінші есеп. Бұл жерде минус 16 деп жазамыз. Плюс жақшаны ашу керек. 4-тің кубы деп жазамыз. Қосылған 3 көбейтілген 4-тің квадраты көбейтілген x. Қосылған 3 көбейтілген. Егер түсінбей жазсаңыздар, осы формуламен шығарып жатырмын. 3 көбейтілген 4 көбейтілген x-тің квадраты. Қосылған x-тің кубы болады. Тен жақша бар мына жерде. X квадраты x-ке көбейткен кезде x куб шығады. X квадраты 12-ге көбейткен кезде шығады 12x квадрат. Сонда жақшаның қатарын ашайын. 4-тің кубы бізде 64 кеттен плюс 4-тің квадраты бізде 16-ға тен. 16-ны 3-ке көбейткен кезде шығады 48 саны. Қасында x бар. Қосылған 3-4-ке 12 x квадрат қосылған x-тің кубы тен x куб қосылған 12 x квадрат. Келесі мына жерде қысқаратын сандарды қарап жіберейік. Қысқаратын сандар 12 x квадрат пен x куб қысқарады. Сонда минус 16-ға плюс 64 қосқан кезде шығады 48 саны. Қосылған 48x тен 0-ға теңестіреміз. Сонда x бізде шығады минус 48 бөлінген 48 x-тен болады минус 1-ге. Келесі төртінші есепте 11 минус x квадраты x-ке көбейткен кезде x куб шығады. X квадраты 9-ға көбейткен кезде шығады. Сонда 9x квадрат болады. Тен 8x x минус x куб плюс 3 көбейтілген квадраты қосылған 3 көбейтілген x көбейтілген 3-тің квадраты қосылған 3-тің кубы. Жабылады. 11 минус x куб минус 9x квадрат тен 8x минус x куб минус плюс минус қайналып кетеді. 3-ті 3-ке көбейткен кезде 9x квадрат плюс минус болады. Плюс пен минус. Мұнда 3-тің квадраты бізде 9-ға тен 27x плюс 27 болады. Минус 27 болады қазір. Мына жерде минус 27 болады, себебі жақшаның алдында минус саны бар. Плюс пен минус қайналып кетеді. Мұнда қысқаратын сандар бізде минус 9x квадрат, минус 9x квадрат, минус x куб болады. 11 және минус 27 саны болады. Және де 8x және де 27x. Сонда 11 мына жақта минус болып тұр, ал ана жаққа келесі бөлікке ауысқан кезде плюс 27 болып кетеді. Плюс 8x минус 27x шығады. Минус 19x тен 0. Сонда мына жерде бізде 11-ге 27-ні қосқан кезде 38 саны шығады. 38 минус 19x тен 0. Енді мына жаққа орындармен ауыстырып жіберейін. Сонда ыңғайлырақ болады. Тен 0.
x-тен бізде -38 бөлінген 19 тең болады -2 саны. Осылайынан шығарамыз. Егер де сендерге осы видео ұнаса және де менің көмегім сендерге тисе, мені қолдау ретінде маған подписация етіп, лайк басып, пікірлеріңді комментарияға жазып кетіңдер. Міндетті түрде тағы да есептерді шығаруға көмектесетін боламын.